Ассалаумағалейкум қазақ елі, отандастар, жерлестер, туыстар, бауырлар. Мен Маржан қыздарыңыз, әдеттегідей Америкадан алдарыңызға шығып тұрмын. Бүгінде шыға салысымен өздеріңізден лайк жөнінде сұрай кетейін. Әрі осы менің арнамды тіркелмей көріп жүрген кісілер болатын болса, тіркеле кетулеріңізді сұраймын. Әрине, егер ол сіздердің бас қауіпсіздіктеріңізге ешқандай да қауіп келтірмейтін болса, жалған аккаунт ашыңыздар. Сөйтіп, сол жерден көріңіздер, сол жерден комментарийлер тастаңыздар, ойыңыздардың бәрін жазыңыздар. Бұл биліктен сақтану үшін, мынау лайк пен подписка ол YouTube'тың осы менің арнамды әрі қарай тарқату үшін, әрі ортамызды толтыру үшін қажет. Ал тақырыпқа келетін болсақ, тақырып міне Ресейдің премьер-министрі келді. Қазақтар тайлы таяғы қалмай, барлығы жүгіріп, қарсы алып, алдында төселіп, құрметтің бәрін көрсетіп жатыр, алдарына бір құдай келгендей. Бұл кісі неге келді? Бұл кісінің келгені, міне енді таможенный пошлиный кедендік салықтар енді тек қана рубльмен жүретін болады. Ресей, Белоруссия, Қазақстан арасында. Сөйтіп, мынау рубль енді бастады дей беріңіз, мына теңгемізді таптауға. Бұл аяғын, қадамын басты, бұл бастамасы әрі қарай солай жайлап жаулай береді. Сөйтіп, теңгені келмеске кетіруде ықтимал. Енді ойлана беріңіздер, міне Тоқаев кімге қызмет ететінін, Қазақстан кімнің губерниясы болып отқанын есептей беріңіздер, көре беріңіздер, осыдан біле беріңіздер. Тоқаев сәлемдемесін сол арқылы айтып жатыр Путинге, бүкіл елге естіртіп те жатыр. Мынау келе жатқан 80 жылдықты міндетті түрде Ресейге барып, Путинмен сол қуанышын бөлісетінін айта өтті. Міне қазақтар, көрдіңіздер ме, үндемегеннің арқасында міне осындай басынушылықтар болып жатыр. Қазақ билігінің тарапынан да, Ресей тарапынан да. Енді теңгенің құлдырағаны бұлай тұрсын, енді тіпті лақтырып жіберейін деп тұр, тұңғиыққа жіберейін деп тұр. Қарай беріңіздер, көре беріңіздер осыдан. Сол үшін билікпен біртіндеп күресудің еш пайдасы жоқ, оны жеңбейсіздер. Билік жеңдіртпейді сізге. Сіз өзіңіздің жаңағы бас мәселеңізді, болмаса бір ауылдың бас мәселесімен шығып алдына жаңағы құрметті Тоқаев дегеніңізді ол естімейді. Естіген күнде де сізді алып түрменің ар жағына қамайды. Одан да мынау белсенділік жұмысқа араласып, халықтың ішіндегі жүріп жатқан астыртын ұйымдармен араласып, соларға қосылып, әрі Әблязовтың айтқан ұяшықтарын құруды жалғастырыңыздар. Сөйтіп, ортамызды толтырыңыздар. Мынау Әблязовтың жиып жатқан қоры, ол ертең күні келе жатқан X күнінде алдымыздан шығады ол қор, ол ақша. Әблязовтың қалтасына кетпейді, оған сенімді болыңыздар. Сөйтіп, ортамызды толтырыңыздар, ортамызды толтырып, келе жатқан X күні батырларымыздың жанынан табылып, бәріміз бірге бейбіт те берекелі Қазақстанымызға бет бұрайық. Алға қазақ елі!